Өздеріңіз білесіздер, кешелі бері барлықтарыңыз мынау ОЗП педагог біліктілігінің тестін тапсырмау туралы жаңалық талқылап жатсыздар. Мен ол барлық жаңалыққа жазған комментарийларыңызды мейлінше уақытым бар кезде зерделедім. Енді бірнеше сұрақтар бар, сол сұрақтарға өзім жауап жолдаймын деп шештім. Бірінші, бұл уақытша тоқтату емес. Енді кәдімгідей біздің педагогикалық қоғамдастықта жұмыс жасап жүрген ұстаздарымыз пәндік өзінің біліктілік тестін тапсырмайды. Бұл тестті біз алып тастадық. Бірақ бұл тестті кім тапсырады? Педагогикалық қоғамдастыққа, яғни педагог мамандығына ең алғаш қадам басып жатқан университет түлектері олар тапсырады. Өйткені олар мамандыққа енді ғана келе жатыр, олардың білім деңгейін біз білуіміз қажет. Сондықтан университеттің түлектері мұғалімдік, яғни ұстаздық мамандығына келе жатқан, енді ғана қадам басып жатқан жас ұстаздар, олар ОЗП, яғни педагогтың біліктілік тестін тапсырады. Одан кейін кім тапсырады? Осы жаңа ұстаздар 2 жылдан кейін педагог-модератор біліктілік деңгейіне өздерінің аттестацияға қадам басқан кезде олар да ОЗП, яғни педагог біліктілігінің тестін тапсырады. Қалған ұстаздар, қалған категорияға өздері аттестацияға тапсыратын бірде-бір ұстаз педагог біліктілік тестін тапсырмайды. Педагог біліктілік тесті жалпы аттестацияға ешқандай байланысы болмайды. Екінші сұрақ. Жалпы бұған дейін тапсырған 51 мың адам бар. 51 мың педагог өзінің шекті балын жинаған екен. Ол педагогтар өзінің шекті балын жинап, бүкіл портфолиосын жинақтап, өзі кәдімгідей тапсыратын кезеңімен өзінің барлық бүгінгі таңда көрсетіліп тұрған аттестациядағы кезеңдерді тапсырады. Қыркүйектен бастап өткендері өздерінің қосымша үстеме ақыларын алатын болады. Үшінші мәселе портфолио. Жалпы портфолио жинақтау енді электронды негізде болады. Сіз ұстаз ретінде портфолио, қағаз жинақтап, әркімнен қол жинап жүрмейсіз. Біздің қазір ұстаз платформасын одан әрі осы жерде қарастырып жатыр, яғни бұның барлығы электронды болады. Ол туралы қосымша тағы да хабарлайтын боламыз. Ендігі бір дүние бұл авторлық бағдарлама. Біз сіздермен ұзақ бұны талқыладық. Авторлық бағдарламалар да тоқтатылады. Енді осы авторлық бағдарламаны жазудың қажеті жоқ, ұсынудың қажеті жоқ.